Құрметті көрермен, бізде тікелей эфир жалғасады және сіздердің сұрауларыңызбен Ғалымжан мен Назымды ортаға шақырдым. Сіздердің жазған әр пікірлеріңіз біз үшін қаралатыны сөзсіз. Қайырлы күн, қалайсыздар? Ассалаумағалейкум, барша қазақ елі, қырғыз елі, амансыздар ма? Баршаңызға қайырлы күн, қалайсыздар? Шаршап тұрған жоқсыздар ма? Бәрі дұрыс па негізі? Шаршап тұрмын негізі мен. Бәсе көрдік. Мойындайыншы мен, Не себепті? ұйқым қанбады деген әңгіме ғой. Адам түнгі уақыт ұйқы үшін беріледі, сіз не істеп жүрсіз ол Жұмыс істеп уақытта? жүрмін. Жұмыс істеп, әрекет жасап дегендей ғой сыртқа шыққан кезде, иә. Енді ер азамат болған соң әрине еңбектенген Иә. жақсы. Өтірік айтып тастайыншы, шаршадым деп айтсайыншы, ұйқым келіп тұр. Аха, Иә. түсінікті. Настроение бар күшті негізі. Сол настроениеңізді көргіміз келіп тұр, керемет көңіл күйді. Болды. Жақсы. Енді сіздер соңғы кездері ой пікір білдіріп жүрген жоқсыздар, бұрынғыдай актив көрсетпейсіздер. Яғни өздеріңізбен өздеріңіз бір бөлек әлем болып қалғандарыңызды көрермен де байқап отыр. Не себеп? Көрермендерге былай айтайыншы. Мен сезонның басынан бастап келгенге қарасаңыздар, мен пікірге, сөйлеуге вообще араласпағанмын. Неге ондай сөздер айтасыздар? Мен көп сөйлемейтін жігіттермін ғой. Өзімен өзім отырамын. Назикқа да сөйтіп айтады. Ой, ашық қыз еді, бірақ Назиктің өзі көп сөйлемейтін. Негізі, по факту келіп қарайтын болсақ, сезонның басына аяғына дейін қазіргі уақытқа дейін қарасақ, мен осы жаңа жылдан кейін ғана мен жайлап сөйлей бастадым да. А негізі мен тыныш өзімен өзім отырамын деген әңгіме ғой. Жақсы. Назымды сіз басып тастамадыңыз ғой әйтеуір бастысы. Жоқ, мүлдем ондай емес. Мен сөйлеймін, бірақ сөйлейтін кезде ғана сөйлеймін. Бір қыздың пікірі жетіспей жатқан кезде сөйлеймін. Мынандай сөз бар ғой, редко, но метко говорю деген сияқты. Яғни бір нүктесіне дөп түсем дейсіз ғой. Жақсы, ол да жақсы. Енді сіздердің алдағы жоспарларыңыз қызық болып жатқан шығар көрермендерге. Бәлкім сіздерден бір жақсы жаңалық күтетін шығар. Сол үшін де көргілері келген болар. Иә, алдағы жоспарда бір шай ішуге көп тұрдым да ерденші. Иә, тамақ ішіп бір. Келесі жолы ішетін шығармыз енді, иә. Жақсы чай. Жоспар алды да. Асығып дөп басып бүйтіп айтпай ақ қойып. Былай қарап тұрсаңыздар, негізі адекватно людиге қарасаңыздар, сыртта отношения эфир деп алмайықшы былай. Сыртта жүретін болсақ, 2 ай дейін, 3 ай деген ол тез өтіп кететін нәрсе. Ал халық алдында жүргеннен кейін, ол 2 айдан 3 айдан кейін қаяқтан үйлену мысалға, кішкене ақыл тоқтату керек деген сияқты нәрсе. Жақсы, енді қазіргі тақырыпқа оралайықшы. Дәл қазір ортада Аян отыр. Үміткермен бірге. Өткен жолы Гүлвираның сөзін естідіңіздер, иә? Жаңағы бұл жерде мен ешқандай жұптың есін көріп тұрған жоқпын, және болашағы жоқ екенін біз айтпаса да білеміз деп қалды. Бұның астарында не жатыр? Сіздер қалай ойлайсыздар? Мен бұл жерге ешқандай пікір айтқым келіп тұрған жоқ. Әркімнің өзінің ойы бар. Алдағы уақытта көреміз енді Аян мен Мадина не қандай жұп шыға ма, шықпай ма. Мен де алдынан ештеңе айта алмаймын. Адамбыз ғой енді. Кез келген нәрсе орнап қалуы мүмкін. Мен ойымша шығатын сияқты жұп. Көреміз енді. Мүмкін бәрі де. Екеуінің бір-біріне деген сезімдері, ұшқын байқалады ма? Сол нәрсе жайында ғой жалпы. Байқалады. Негізі былай эфирде онша бүйтіп араласпайтын сияқты болып көрінетін, осы эфирдің сыртында екеуі кәдімгідей жұп сияқты жүреді негізі. Оны байқадыңыздар. Оны байқады. Иә, мен көргенімді айтайын, алдында Мадина ортаға. Көрген нәрсе, факт керек болып тұр бізге. Иә, ұйқы келіп тұрған кішкене бәрекелді. Ортаға келді ғой, жаңағыдай шымылдық ашылмай тұрып, мен өгізі бірге жұмысқа барып жүретінміз, өгізі сөйлеспейтін негізі, былай амандасып, сол кезде сондай ситуация болды да. Кейіннен мен жұмысқа бір 4-5 күннен кейін, бір аптадан кейін барсам, кәдімгідей махаббат екеуінде. Бір-бірінде қарастары, бірге магазин шығып кетеді әйтеуір. Одан кейін келеді, күліп ойнап, жаңағыдай, иә, қол ұстасып, сондай уже. Мен өзім таңғалып қалдым. Яғни бауыр басу ақырында байқалып келе жатқан сияқты. Иә, байқалып жатыр негізі. Жақсы, түсінікті. Енді Назым, өткен жолы өзіңіз жарысқа қатыстыңыз, сайысқа. Осы жолы сайысқа қыздар дайындалып жатыр. Иә, қыздар өте қатты дайындалып жатыр. Прям көрініп тұр күнде уже. Оларға негізі біраз уақыт берілді, дайындыққа. Негізі сол өте жақсы болған. Бізге берілгенде біз 2-ақ күнде дайындалып шықтық. Мен өзім біз биді жарты сағатта ғана үйреніп, уже ертесіне сразу билеп шықтық. Қазір қыздарға жақсы болып жатыр деп ойлаймын дайындығы. И қазір ертең бір жақсы өнер көрсететін сияқты барлығы. Енді сайысқа Сандуғаш өте сенімді. Жеңімпаз. Өткен жолы Аян сенімді болса, бұл жолы Сандуғаш жеңіс менікі, қалғандарына сәттілік тілеймін дегенді айтып отыр. Лаураны соперничество көріп жатқан сияқты, сондықтан да шақырып, Лаураны сөйтіп істеп жатқан сияқты. Но бірақ білмеймін енді Лаура келе ма келмей ма, мен ойымша Мерей ұтатын сияқты деп па. Мерей? Сандуғаш ұтып кетуі мүмкін. Неге десеңіздер, мысалы беге дайындаған бізді кім? Сандуғаш да, ол любой нәрсе дайын болуы мүмкін. Барлық жана мықты дейсіз ғой ол қызды. Иә, өнерлі қыз.
Жақсы, енді сәттілік серігі болсын дейміз. Бастысы осы сайыста қыздар өзін барынша ашып көрсетеді. Болашаққа деген, отбасы болуға деген дайындық мақсатында ғой бір жағы. Ал енді өздеріңіз өткен жолғы сайыстан қандай эмоция алып едіңіздер? Эмоция ма? Зашкаливать десең. Немесе сабақ дейді ғой, жаңа үйреніп. Ешқандай да жаңа не қылған жоқ. Мен алдында қанжада болған, ол кезде жарыс болғанбыз, просто дайындық аз болып қалды деп айта салайыншы, болды. Мен, например, бесікке салып көрмегем. Тоже маған бір күшті эксперимент болды. Мен бесікке салып көрмегем, например, соның барлығын үйрендім. Сол. Керемет. Бұның өзі енді қазақи әдет ғұрыпты дәріптеу. Бізде уақыт тығыз. Келесі жарнамада қайта жүздескенше.